Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін арнада өте тәтті әрі жеңіл салаттың рецептісін көресіздер. Ол үшін қызылша, йогурт, кукуруз және де алма қажет болады. Ең алдымен алманы кубиктеп ұсақтап турап шығамыз. Және де осы қызылшаның жарты бөлігін дәл солай турап шығатын боламын. Содан соң кукуруздың тек жарты бөлігін ғана саламын. Жақсылап араластырамыз. Содан соң осындай бір йогуртты саламыз. Барлығын салып араластырамыз. Міне өте жеңіл әрі дәмді салатта дайын болды. Дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Тез дайындалады әрі өте дәмді шығады. Және де бұл салатымыз витаминдерге өте бай. Ыдысымызға әдемілеп қою үшін мен осындай бір ыдысқа салып аламын. Содан соң тарелкамызды алып, осылай аударған кезде өте әдемі болып тұрады. Міне салатта дайын болды. Столға осылай ұсынсаңыздар болады.